Түнгі ояну қалыпты жағдай ма, әлде мәселе ме? Жасымыз ұлғайған сайын ұйқы режимімізде өзгеріске ұшырайтыны белгілі. Біздің ата-аналарымыз бен ата-әжелеріміздің таң атысыменен оянып, күн батқанда ұйқыға кететініне куә болған шығармыз. Ал кейде олар түн ортасында оянып, қайта ұйықтай алмай қиналады. Бұл жағдай көпшілікке таныс, бірақ бұл қалыпты жағдай ма? Шындығында, түнде бірнеше рет ояну қалыпты жағдай болуы мүмкін. Алайда егер сіз немесе жақыныңыз ұйқысыздықтан зардап шегіп, бұл күнделікті өміріңізге кері әсерін тигізсе, онда бұл мәселеге назар аудару қажет. Түнгі 3-те жиі ояну денсаулығыңыз туралы белгілі бір мәселелердің бар екенін көрсетуі мүмкін. Бұл видеода қарт адамдардың түн ортасында, әсіресе таңғы сағат 3-те неліктен жиі оянатыны және бұл мәселені қалай шешуге болатынын қарастырамыз. Ұйқының бұзылуы жасқа байланысты өзгерістермен, сондай-ақ денсаулыққа қатысты басқа да мәселелермен байланысты болуы мүмкін. Егер сіз ұйқының тұрақты бұзылуынан зардап шегетін болсаңыз, дәрігерге қаралу маңызды. Себебі уақытылы диагностика мен емдеу сіздің денсаулығыңыз бен өмір сүру сапаңызды жақсартуға көмектеседі. 3-тің сыры. Қандай себептер жасырынып тұр? Түнгі 3-те оянудың көптеген себептері болуы мүмкін. Олардың кейбіреулері жасқа байланысты, физиологиялық өзгерістермен байланысты болса, басқалары психологиялық факторларға, немесе тіпті күнделікті әдеттерге байланысты болуы мүмкін. Біріншісі, жас ұлғайған сайын мелатонин гормонының өндірісі төмендейді. Мелатонин бұл ұйқы мен ояу циклінің реттейтін маңызды гормон. Оның деңгейінің төмендеуі ұйқының бұзылуына және түнде жиі оянуға әкелуі мүмкін. Екіншісі, қарт адамдарда стресс пен мазасыздықтың деңгейі жоғары болуы мүмкін. Зейнетке шығу, жақындарынан айырылу, денсаулыққа қатысты алаңдаушылық, бұл факторлардың барлығы ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Үшіншісі, күнделікті әдеттерімізде ұйқы сапасына әсер етеді. Кофеин мен алкогольді шамадан тыс тұтыну, ұйықтар алдында ауыр тамақ ішу, физикалық белсенділіктің болмауы, бұл факторлардың барлығы түнгі ұйқыны бұзуы мүмкін. Денсаулығыңызға құлақ асыңыз. Денсаулық пен ұйқының байланысы. Түнгі 3-те ояну денсаулығыңыз туралы белгілі бір мәселелердің бар екенін көрсетуі мүмкін. Мысалы, жиі зәр шығару, қуық асты бездің проблемаларын немесе қант диабетін көрсетуі мүмкін. Тыныс алудың қиындауы немесе ұйқы кезінде қорылдау апноэ синдромының белгісі болуы мүмкін. Бұл ауру тыныс алу жолдарының уақытша жабылуымен сипатталады және денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіреді. Егер сіз осы белгілердің қай-қайсысын байқасаңыз, диагноз қою немесе тиісті ем тағайындау үшін дереу дәрігерге қаралу өте маңызды. Есіңізде болсын, денсаулығыңызға мұқият болу және уақытылы медициналық көмекке жүгіну ұзақ және бақытты өмірдің кепілі. Тәтті ұйқыға оралу. Практикалық кеңестер. Түнгі ұйқыңызды жақсарту және түн ортасында оянуды азайту үшін бірнеше қарапайым кеңестерді қолданып көріңіз. Ұйқы режимін реттеңіз. Күн сайын бір мезгілде ұйықтауға және оянуға тырысыңыз, тіпті демалыс күндері де. Ұйқы алдындағы режимді қалыптастырыңыз. Жылы ванна қабылдау, кітап оқу және тыныштандыратын музыка тыңдау сияқты релаксациялық әдістерін қолданыңыз. Ұйқы бөлмесін қараңғы, тыныш және салқын ұстаңыз. Кофеин мен алкогольді тұтынуды шектеңіз, әсіресе кешке. Ұйықтар алдында ауыр тамақ ішуден аулақ болыңыз. Күнделікті физикалық белсенділікпен айналысыңыз, бірақ ұйықтар алдында емес. Егер ұйқыңыз жақсармаса, дәрігерге қаралыңыз. Ұйқының бұзылу себебін анықтау және тиімді емдеу әдісін табу үшін маманның көмегі қажет болуы мүмкін. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар.
Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік ағайын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.